Сәлем оқушылар. Қазір біз Қобыланды батыр жырына талдау жасайтын боламыз. Ал мен Қобыланды батыр жыры қандай кезеңнің эпосына жататындығын түсініп алыңдар. Жалпы эпос дегеніміз белгілі бір ішінде оқиға бар, баяндау бар шығармалар, иә. Ал енді батырлар жырын біз пайда болу кезеңдеріне сай ірі үш топқа бөліп тастайды екенбіз. Бірінші, ең көне заманғы эпостар. Ең көне заманғы эпостар дегеніміз анау түркілік кезеңнен бері пайда болған эпостарды айтамыз. Өте көнеде. Олардың ішіне Ергенехон деген батырлар жыры жатады, Аттила атты эпостық жырлар жатады. Келесі тарихи кезеңдердің эпосы белгілі бір тарихи оқиғалардың уақытында біздің тарихи кезеңмен сұхбат түсіп келген нелерді айтамыз. Батырлар жырларын айтамыз. Мынау түрік қағанатының кезіндегі жырлар да бұл кезеңге кіреді, Оғыз қағандығы кезіндегі жырлар да кіреді, Ноғайлы дәуірі, Қазақ хандығы кезеңіндегі эпостар да осында кіреді. Әсіресе Қазақ хандығы кезеңіндегі эпостарды біз жақсы білуіміз керек. Яғни Қазақ хандығы құрылғаннан кейін дүниеге келген жырлар, бұлар Қорқыт ата кітабы, Алпамыс батыр, Қамбар, Қобыланды, Ертарғын. Мынау өтір Қорқыт ата кітабы бұл түрік қағанатының кезінде дүниеге келген жыр. Мұнда негізі мысалдарды келтірген ғой деймін. Қазақ хандығы кезінде Қамбар батырды, Қобыланды батырды Ертарғын деп жатқыза аламыз. Себебі біз қазір қарастырғалы отырған Қобыланды батырдың өзі сол 15 ғасырда өмір сүрген, Қазақ хандығы кезеңінде үлкен ойып тұрып алатын орны бар батырлардың қатарында болған. Келесі жаңа дәуірдің эпосы. Жаңа дәуірдің эпосы дегеніміз кейін жарық көрген батырлар жыры, бұлардың ішінде Еспенбет, Өтеген, Нарғыздарды атап өтеді екенбіз біз. Яғни тарихи кезеңдерден кейін Қазақ хандығы кезеңіндегі эпостардан соң жарық көрген, жазылған, айтылып жүрген жырлардың қатарында осы үшеуі бар. Есте сақтаңдар, қайтадан қайталап шығамыз. Ең көне заманғы эпосқа біз екі эпос жатқызады екенбіз, Ергенехон мен Аттила. Тарихи кезеңдердің эпосына біз Қорқыт ата кітабын, Алпамыс батыр, Қамбар батыр, Қобыланды, Ертарғын жырларын жатқызады екенбіз. Себебі Қорқыт ата кітабының өзі түрік қағанаты құрылған кезеңде жарық көрген, жазылған. Келесі жаңа дәуірдің эпосына біз Еспенбетті, Өтегенді және Нарғызды қарастырады екенбіз. Түсінікті деп ойлаймын. Кеттік. Енді Қобыланды батыр жырының өзіне көшейік. Қобыланды батыр қазақ халқының қаһармандық эпосы. Негізгі мазмұны, яғни жалпы шығарма не туралы? Шетел басқыншыларынан елді қорғау, осы жолда асқан ерлік көрсеткен ер азаматтардың батырлық істерін көрсету. Жалпы енді Қобыланды батыр жыры шамамен тек 19 ғасырда ғана қолға алына бастады, жинау бұл жырды. Қызығы сол, жырдың бізге 29 нұсқасы жеткен. Сол 29 нұсқаның 26-сы Қобыландының өзі туралы, ал қалған 3 нұсқасы Қобыландының 2 ұлы болған Бөкенбай мен Киікбай деген батырлар туралы. Қайталап айтам. Қобыланды батыр жырын жинау қолға алына бастады 19 ғасырда, ал Қобыланды батыр жырының 29 нұсқасы жеткен екен бізге, оның 26-сы Қобыландының өзі туралы, қалған үшеуі Қобыландының балалары Бөкенбай мен Киікбай туралы. Бөкенбай деген Бөгенбай батыр емес, шатастырмаңдар. Қобыландының балалары Бөкенбай мен Киікбай, бұл Бөгенбай мен Бөкенбай екеуі екі бөлек тарихи тұлға. Қобыланды батыр жырының заңды жалғасы болып есептелетін Қарлығағыздың достығы, махаббаты, ерлігі жайлы тағы бір жыр бар дейді. Бұл нұсқалардың көбісі кейінгі кезде жинақталған. Қобыланды жалпы Әбілқайыр заманында өмір сүрген тарихи тұлға, 15 ғасырда өмір сүрген. Ел аузындағы деректерге қарағанда оның бейіті Қобда өзенінің бойында екен қазір. Сонымен Қобыланды батырдың алдымен дүниеге келуі туралы жырда сөз болады. Қобыландының әкесі Тоқтарбай халықтан асқан бай болған, байлығында есеп жоқ дейді. Айдалып бағып жайылды 4 түлік малдың бәрі сай дейді. 4 түлік малдың бәрі Тоқтарбайда сай болды. Сай деген сөз бәрде болды деген сөз, иә. Бірақ Тоқтарбайдың жалғыз балағазар болған екен Тоқтарбай. Сол Тоқтарбайдың жаз жайлауы Көздікөл, қыс қыстауы Қараспан. Міне, мынау ол уақытта біз көшпелі халықпыз ғой, жазда жайлауға, қыста қыстауға, күзде күздеуге көшіп отырамыз. Сонда Тоқтарбайдың жаз жайлауы Көздікөл деген аймақ болған екен дейді. Көздікөл өте шұрайлы, жайлы жер. Сол Көздікөлде қалың қыпшақ жағалап қонған екен дейді. Қыпшақ деген Қобыландының руы. Қыс-қыстау Қараспан ат үйірінен адасқан дейді. Қараспанға барғанда ат үйірінен адасатындай сондай бір кеңшілік, сондай бір жасыл аймақ екен. Қалың қыпшақ тізіліп қонса-қоныс жарасқан, әліп таңба қыпшақтың ата қозған алаштан 80-ге жас келгенше бір бала көрмей Тоқтарбай қайғыменен қан жұтып ақылынан адасқан дейді. Тоқтарбай жас 80-ге келгенге дейін бір бала көрмеген екен.
Сөйт Тоқтарбай әулиеге ат айтады, Қорасанға қой айтады, қабыл болып тілегі жарылғандай жүрегі, аналықтай бәйбіше қабырғасы майысқан, 50-ге жас келгенде көзім ашпай дүниеден өтемін бе дегенде, сонда көрген арыстан бір ұл бір қыз атадан, қыздың аты Қарлығаш, Қобландыға қарындас дейді. Тоқтарбай 80 жасқа келіп бір бала көрмей дүниеден өтем ба деп қайғыдан қан жұтып ақылынан адасып жүрген кезінде аналық деген оның бәйбішесі, жасы 50-ге келген, сол 50-ге келген бәйбішесі 2 бала туып береді, бір ұл бір қыз. Қыздың аты Қарлығаш, ұлдың аты Қобланды. Қарлығаш Қобландыға қарындас екен дейді. Енді Қобланды мен құртқа қыз туралы оқиға өрбейді осы жерде. Қобландының жанына 90 құлдың бастығы Естеміс еріп жүреді. Естеміс деген бұл Тоқтарбайдың сенімді адамы. Мұнда Естеміс туралы аз беріліпті, сол үшін жазып қояйық. Естеміс 90 құлдың бастығы. 90 құлды басқарады. Және осы Естемісті Тоқтарбай кімге ертеді? Қобландыға ертеді. Қобландыны Естеміс жанына алып, кішкентай уақытынан бастап-ақ баулайды. Оны аңға, жаңағы құсқа, одан кейін мергендікке, жауынгерлікке, бәріне баулайтын бірінші осы Естеміс. Бір күні дейді, Естемістің жанында жатқан Қобланды намаз шамнан өткенде, құтпан мезгілі жеткенде құлағына батырдың бір дауыс кеп шулайды дейді. Арғасында сол таудың бір құраған бұл шықты, шуылдаған шу шықты, бұл не қылған дауыс деп Естемістен сұрайды. Естеміс екеуі сол тау басында дайындық жасап жүрген кезінде жауынгерлікке де үйреткен осы Естеміс дедім ғой. Сол уақытта Қобландының құлағына бір таудың ар жағындағы шулаған дауыс естіледі. Естемістен сұрайды, бұл жақта не болып жатыр? Неге бұрқыраған бу шығады, шуылдаған шу шығады? Сонда Естеміс айтады, арғасында бұл таудың қызылы бастың елі бар, жасылы байтақ жері бар, айдын шалқар көлі бар, көкті маймақ ханы бар. Неше мың сан жаны бар, қанша жиған халқыңа көрсетіп тұрған сәні бар, құртқа деген қызы бар, жұртына жайған назы бар, ай астында аспанға құрды бақан қақтырып, алтын теге аттырып, теңгені атып түсірген құртқа сұлуды сол алар дейді. Соның дауысы бұл дауыс. Көптен шыққан бұл хабар, көңілің ауып шырағым, бұған болма ынтызар, шырға салып, басыңды бола көрме сен құмар дейді. Әзір бұған сен жассың, бұл нәрсеге сен басыңды даулама дейді. Сонда Естеміс не деп тұр? Таудың ар жағында қандай дауыс естілді деп, не үшін шу болып жатыр деген сұрағына Қобландының Естеміс айтып тұр. Бұл таудың ар жағында Қызылбас деген ел бар. Сол Қызылбастың көкті маймақ деген ханы бар. Көкті маймақтың құртқа деген сұлу қызы бар. Сол құртқа сұлуды алу үшін ай астында аспанға құрды бақан қақтырып. Бақан деген мынандай жаңағы не? Үлкен бөрене. Сол бөренені айдың астында қақтырды. Ай асты енді елестетіңдер. Жаңағы кешкі уақытта бақанды қақтырып қояды екенде, алтын теңге аттырады. Сол бақанға мынандай бір алтын теңгені іліп қояды. Сол алтын теңгені кім атып түсіреді, сол құртқаны алады дейді. Және ол түнде жүзеге асуы керек болады. Түнде алуы керек. Өйткені ай астында деп тұр ғой. Енді ай астында жаңағы алтын теңгені қағып түсіру үшін адам қаншалықты мерген болу керек, қаншалықты шебер болу керек, иә. Сонымен бұған Қобланды есі кетеді. Естеміс айтып тұр ғой бұған. Шарға басыңды салма балам, бұл нәрсеге сен басыңды қатырма дейді. Басың жас әлі де, бұған әлі ерте деген кезінде Қоблан тыңдамайды. Түсіремін атып деп кәмір пірлер болса жар, барғысы келді баланың дейді. Естеміс сонда сөйледі. Қой шырағым, жассың ғой, қабырғаң сенің қатқан жоқ, омыртқаң өсіп жеткен жоқ, жіберуге қорқамын, тілімді алсаң рұқсат жоқ, барған менен келместі, баланы көзге ілместі, бағып жатқан құртқаны 45 кез қызыл ер, шырағым теңдік берместі, батаңды бер көке деп алды артын ұрады. Жатқыламын естеге жеті кәміл бабаны, барғысы келіп батырдың тоқтамады табаны, Естемісті ерінің таусылғасын амалы, батасын беріп қол жайып жатқылады құданы. Үстіне сауыт кигізді, жанына байлап болатты, беліне садақ ілгізді, тапсырдым деп жалғызға амандасып жүргізді дейді. Естеміс жібергісі келмеді. Қой шырағым, жассың ғой, қабырғаң сенің қатқан жоқ, омыртқаң өсіп жеткен жоқ, мен жіберуге қорқам, тілімді алсаң, егер менің тілімді алатын болсаң, онда саған рұқсат жоқ дейді. Барған менен саған келмес, баланы көзге ілмес, сен жасың кішкентай әлі, өйткені құртқаны бағып жатқан 45 кез қызыл ер деген кісі бар дейді. Сол қызыл ер саған теңдік бермейді, себебі құртқаны алам деп көздеп жүрген сол елдің қызыл ері еді дейді. Бірақ бала оған көнбейді. Ол айтады, батаңды бер көке деп алды артын ұрады дейді. Естеке ақыр соңында батырдың барғысы келгендіктен амалы жоқ, үстіне сауытын кигізіп, жанына болатын ілгізіп, беліне садағын беріп, ақыры не істейді?
амандасып жүргізу дейді. Оны сол сапарға шығарып салады. Сонымен жалғастырайық. Қобландыдай төрені қазақтың ері келді деп Көктім-Аймақ патшасы кезекті болған береді дейді. Алыстан келіп тұрған қонақ болғандықтан, әрі Тоқтарбайдың баласы болғандықтан Көктім-Аймақтың ханы патшасы кімді кезекті алғашқылардың бірі болып Қобландыға береді. Қобландыны кәміл пірлер жебеді, қолына алып толғанып, қос жауырын жебені, ат үстінен шіреніп, сонда тұрып тартады. Кәміл пірлер сенгені, құрулы бақан басында екі бөліп ұшырды ай астында тенгені. Құртқа көріп батырды, шашу шашып басына, бұралып келіп қасынан нұрына тойып төнгені, көзі көрмей өңгені дейді. Көктім-Аймақ патшасы Қобландыға кезек бергеннен кейін Қобландыны кәміл пірлер жебеп, қолындағы қос жауырын жебені ат үстінде тұрып шіреніп тартып, жерде емес ат үстінде тұрып тартып, құрулы бақаның басында тұрған, жаңағы ай астында тұрған теңгені екіге бөліп ұшырды дейді. Екіге бөліп тастады. Бұны көрген кезде құртқа шашу шашып басына бұралып келіп қасына нұрына тойып төнгені, көзі көрмей өңгені, іздеген теңім келді деп патшаға салды жеңгені дейді. Менің іздеген теңім келді, мінеки мына бір сынақтан өтті ол деп Қобландының жанына құртқаның өзі келеді дейді. Сөйтіп жаңағы патшаға жеңгесін салып тұрып, менің іздеген теңім келді деп оған жаңағы сөзімен жеткізеді болып. Қобландыны өзіне тең көріп тұрғандығын сездіреді. Айтқан серттен қайталмай 30 күн ұдай ойын қып, 40 күн ұдай тойын қып, Көктім-Аймақ атасы қыз құртқаны бергені. Айтқан серттен қайталмай берген серті бар патшаның, мына аясындағы теңгені кім қағып түсіреді, мен соған қызымды берем деген. Сол сертінде тұрып 30 күн ойын қылып, 40 күн тойын қылып, Көктім-Аймақ атасы қыз құртқаны кімге береді? Қобландыға береді. Енді Қобландыға құртқаны берген уақытында оған жанына жаңағы жасауын береді. Ол жасау қандай еді? Алтынмен ішін безеген, сырды күміс ақ отау келістіріп түзеген, арттыруға сайланды 40 түйе қазына, 40 құл мен 40 күн қосып берді қызына. Ел жұртымен қоштасқан құртқасындай сұлудың жұрттан қалды назына, сөйлеген сөзі базына. Сонымен не берді? Сырды күміс ақ отау берді. Және 40 түйе қазына берді. Қасына 40 құл мен 40 күн қосып берді. Мына үшеуі өте маңызды. Міне. Бұл құртқаның жасауы. Іші алтын, сырты күміс ақ отау, 40 түйе қазына, 40 құл мен 40 күн. Атасымен қоштасып, құртқан алып ұзатып елге қарай жөнелді дейді Қобланды. Енді кеттік Тайбурылға тоқталамыз. Тайбурыл Қобландының тұлпары. Бір күндері болғанда қара жолдың үстінен қалың жылқы жарылып, екі жақта қалады. Құртқасынды сұлуын күймеден басын шығарып жылқыға көзін салады дейді. Кімді құртқаны ұзатып алып келе жатқан уақытында жолдың бойынан қалың жылқы жарылады да, екі жақта қалып, ортасында жатқан жылқыға құртқаның көзі түседі. Құртқа сонда күймеден басын шығарады, жылқыға көзін салады дейді. Құртқаның көзі шалады, тоқтатып қойып күймесін биені көріп сынады. Мынау жатқан көп жылқы кімдікі деп сұрады. Сонау тұрған биені мені берсеңді алғын деп батырға әмір қылады дейді. Қобландыға хабар салады. Анау жаңағы қалың тұрған жылқы екіге бөлінді де, ортасында бір бие көрінді ғой кімнің құртқаның көзіне. Сол биені сынап тұрып, оның жай бие емес екендігін байқаған құртқа Қобландыға адам салып оған хабар айтады. Ана тұрған биені кімдікі екенін сұрады, мені берсең де сол биені ал деп батырға хабар береді дейді. Құртқа сұлу күймеден қарғып түсіп биені маңдайынан сүйеді, көшіне тіркеп жөнеді, көгала бие дөңбеш домаланып сұлады. Сонда жатып қолында буыр тұлпар туады. Тұяғын жерге тигізбей құртқасынды сұлуың алтын тонға орады. Аршын басты бурылы қабырғада қанаты, сұлтанының жанаты, күн түсірмей көзіне, жел тигізбей өзіне, үстіне шатыр тіккізді дейді. Құртқа сұлу күймеден қарғып түсіп, жаңағы биенің маңдайынан сүйетті, оны өзінің көшіне тіркеп жөнеледі дейді. Сол кезде көгала бие дөңбекшиді. Дөңбекшу деген мазасы кетіп бастайды да, домаланып сұлайды дейді. Сұлау деген құлау, домаланып құлап түседі. Сөйтіп сонда жатып құлындайды дейді. Құлында бурыл тұлпар туады. Бурыл деген мына суреттегі дейді, түсті бурыл. Сол бурыл тұлпарды туады. Бурыл тұлпарды көрген уақытында, құлынды көрген кезінде құртқа оның тұяғын жерге де тигізбейді дейді. Қолындағы алтын тонмен
бурылды орап алады. Алтын тонға орады. Мына сұрақ сұралды. Бурыл құлынды неге орады деген сұрақ болды. Ашын басты бурылы қабырғада қанады, сұлтанның жанаты, күн түсірмей көзіне, жел тегізбей өзіне, үстіне шатыр тіккізді дейді. Сол бойда жаңа сұлтанның жанаты деген сұлтанына Қобландыға беретін, Қобландының болашақ тұлпары болып тұр ғой бұл құлын. Қабырғада қанаты, қабырғасында қанаты сияқты сұлтанның жанаты еді бұл дейді. Күн түсірмей көзіне, сол бойда жаңағы тұлпарды, құлынды аяғын жерге тегізбей бірден алтын тонға орап алды ғой. Енді ары қарай оған күн түсірмей көзіне, өзіне жел тегізбеу үшін үстіне шатыр тіккізеді дейді. Қараңдар, адамға жасалатындай құрмет жасалады бурылға. Енді ары қарай оқиға қалай өрбиді. Қобланды мен Қараман батырдың Қазанға қарсы жорығы дейді. Сол кезде Қызылбастың елінен Қазан деген ер шығып, Ноғайлының жерін Қырлықала мен Сырлықала деген екі қаласын тартып алған екен дейді. Қырлықалаға бектерін, Сырлықалаға жендеттерін жатқызып жатып алған. Қызылбастың елінен Қазан деген ер шығыпты. Қызылбас деген біз кімді алып келген ел еді ғой, Құртқан алып келген ел. Сол Қазан деген ер шығыпты да Ноғайлының жерін, Ноғайлы деп отырғанымыз міне Қобланды мен Қараманның жері, солардың жерін Қырлықала мен Сырлықала деген екі қаласын тартып алған екен дейді. Сол екі қаласын тартып алып, Қырлықалаға бектерін, Сырлықалаға жендеттерін жатқызып қойыпты. Сөйтіп бұл хабарды естіген Қазанның бұл хабарын төменгі 40 мың үйлі құятта Сейілдің ұлы Қараман естеді. Қараман естетті, атыран ер боп туғасын, Ноғайлының жеріне Қызылбастарды қондырып қоюымыз сүйеке таңғы емес пе деп елінен аттанып шығады. Кімге барады? Қобландыға барады. Қобландыға келетті. Мына бір қатар берілген. Қараман батыр Қазанды алуға бара жатқандығын былай деп айтады дейді. Мен Сейілдің ұлы Қараман Қазанға кетіп барамын, жүрмеймісің құрдасым, Қобландыға келіп тұрмыз. Қазанның салған шәріне сапар тартып жол шектім, жүрмеймісің, жол барсың. Менімен бірге ермеймісің? Осы қылған сапарға кетемін ертіп сені деп әдейі келдім, жол барсым. Сонда Қоблан былай деп сөйлейді дейді. Мінетін атым қолымда, барар бармас жолымда, хабар салып алайын үйдегі құртқан білет. Жан серік атым қолымда, бағымды бастан алмасын, алдартымды шалмасын. Қияметтік жолдасым үйдегі құртқан білет. Таңсарғайы батқанда, шолпан жұлдыз батқанда, ақ отаудың ішінде құртқа жан ұйықтап жатқанда естеміз келіп сөз қатты. Мынау енді жалғасып кетті. Қараңдар, үйдегі құртқан білет дейді ғой Қобланды. Қараман келіп тұр. Қараман Қазан біздің екі қаламызды тартып алды. Қырлықала мен Сырлықаланы. Қырлықалаға бектерін, Сырлықалаға жендеттерін жатқызып қойды. Енді біз туған жерімізде осындай бір Қызылбастың елінен келген қайдағы бір батырға ойран салғызып қоямыз ба? Жүр, менімен бірге ер құрдасым. Осы сапарға мен сені ертіп кетемін деп келіп тұрмын деп Қобландыға келді ғой. Қобланды айтып тұр сонда. Қараманға жауап ретінде, менің мінетін атым кімнің қолында? Үйдегі Құртқанның қолында дейді. Ал менің осы хабар салып алайын, мен хабарын білейін, бірінші Құртқа не дейді. Менің жан серік атым қолында болғандықтан, менің бұл сапарға барар бармасымды сол Құртқа біледі дейді. Себебі менің тұлпарым, менің болашақ жаңа қанатым кімнің қолында? Құртқаның қолында, қайталап айтамын. Сонымен Құртқаның хабарын білу үшін, Құртқаның ойын білу үшін кім келеді? Естеміз келеді. Кезіндегі Қобландыны баулыған 90 құлдың бастығы Естеміз келді. Сонда сұлу Естеміз келіп сөз қаттырайды. Мына не болып жатқандығын, қандай хабарды жеткізу үшін келіп тұрғанын айтқан уақытында Құртқа былай дейді. Көтеріп басын сөйледі. Жұмсадым ма сіздерді үйдегі борлы-барға, дұғай сәлем дегейсің Қарамандай құрдасқа, заманы бірге сырласқа, жылы бірге жылдасқа, жауы бірге мұңдасқа, атының күні толмай тұр, зор салмасын жолбарысқа. Әуелі Құдай алмасын, алды-артымды шалмасын, тілімді алса сұлтаны бұл сапарға бармасын, бұл жадан алмасын, көп жылады дегейсің үйдегі нашар жолдасың дейді. Естемізге Құртқа айтады. Хабар айт дейді Қобландыға, мен бұл бурыл тұлпардың әлі күні толған жоқ. Оның 43 күндік кемдігі бар. 43 күн кемдік деген сөз, әлі 43 күн бойы бұл тұлпарды баптау керек. Егер ол менің тілімді алатын болса, мына Қараман құрдасқа да сәлем айтып бар. Егер Қобланды менің тілімді алатын болса, онда бұл сапарға бармасын, бұл олжадан алмасын дейді. Бұл жаңағы жақсылықтың күтпейтіндігін кім сезіп тұр. Сұлтаныма сәлемде тілімді алса бармасын, біз байлаған бурылда міне 43 күндік кемдік бар. Мынау сөзді естіп Қобланды келді құрдасқа дейді. Қайталап айтам, 43 күн, мынаны ұмытып қалмаңдар, өте маңызды мәлімет. 43 күндік кемдігі бар тай бурылдың. 43 күннен кейін барып қана жараған әбден тұлпар болады дейді. Ал оған дейін бурылды
жаңағы ондай жорыққа алып баруға болмайды дейді. Қобыланды келді құрдасқа, жүремін деген жолдасқа, Қобыланды сонда сөйлет дейді. Бұл хабарды кім алып келді? Естеміз қайтадан Қобыландыға келіп айтып тұр. Бурылдың кем екендігін, әзірге болмайтындығын. Сонда Қобыланды кімге айтады? Қараманға айтады. Бұл сапарға бармайым, бұл олжадан алмайым. Саған да сәлем, көп айтқан құрдасым көңілі қалмасын, өтініш қылып зарлайым дейді. Мен бұл сапарға бармайым, мен бұл олжадан ала алмайым. Саған да сәлем айтыпты менің жолдасым. Оның көңілі қалмасын, құрдасымның көңілі қалмасын, өтініш қылып зарлайым дейді. Деп айтқан екен саған дейді. Мынау кімнің? Құртқаның Қараманға айтқан сәлемі ғой. Сонда Қараман айтады. Бұл барғаннан барсақ біз, қазандағы сол елдің қалың тобын жарсақ біз, құйында перен салсақ біз қазанды өлтіріп қаласын бұзып алсақ біз, еркек болып не дейміз әр тарапқа шығарды, қатынға ақыл салған соң, асыл туған Қобыланды қатынның тілін алған соң, неше батыр болсаң да басында билік жоқ адам, арыстан туған құрдасжан, ол қатын емей, немене деп Қараман кімнің? Қобыландының намысына тиеді. Енді қанша сен батыр болсаң да қатынның тілін алып тұрғаннан кейін сенің басыңда билік жоқ екен, арыстан туған болсаң да құрдасжан, сен қатын емей немене болдың дейді. Қараман бұл сөзді айтқасын Қобыландының тері тамып иектен, түгі шығып білектен, нешебе құрдас айтса да Қараманның бұл сөзі өтіп кетті сүйектен дейді. Құрдас деп бұның сөзін әзіл деп қабылдайын десе де, бұл сөз Қобыландының несіне батып кетеді, әбден жаңағы намысына тиіп кетеді. Содан мынау кімнің? Қобыландының сипаты. Қатуланып, қаттанып, буырқанып, бұрсанып, мұздай темір құрсанып, қабағынан қар жауып, кірпігіне мұз тоңып, бұлаңдаған құртқаның сөзге сынық салды деп, егер шықса алдынан басын кесіп алмаққа, үйде отырған қыз құртқа дүбірін аттың есітті дейді. Қобыланды енді қатты ашумен құртқаға келе жатыр. Егер құртқа алдынан шығатын болса, оның басын кесіп алуға да бар дейді. Себебі қатты намысына тиді. Жаңағы кімнің? Қараманның сөзі. Буырқанып, бұрсанып, мұздай темір құрсанып, қабағынан қар жауып, кірпігіне мұз тоңып дейді, қатты ашумен келе жатыр. Содан үйде отырған қызғұртқа аттың дүбірін естіп қояды. Екпіні қатты кім болсын, сұлтаным дағы десіпті. Шылбырынан жетелеп буырылатты қызғұртқа Қобыландының алдынан, Қобыландыдай бөрінің бұлаңдаған сұлуың алдынан кетіп барады дейді. Үйде отырған құртқа аттың дүбірін естіген кезде, бұндай дүбірмен, бұндай екпінмен кім келуші еді? Әрине бұл менің сұлтаным ғой деп, оның қатты ашумен келе жатқандығын түсініп, шылбырынан жетелейді деп бурыл атты алып шығады. Сөйтіп құртқа кімнің алдынан? Қобыландының алдынан шығып тұлпарын береді. Тұлпарын ұстата қояды. Туғалы күнді көрмеген түнектен шыққан тай бурыл айдалаға шыққан соң түлкідей көзі жайнайды, көлденең жатқан көктасты сұлудығын ғой деп шайнайды. 12 құлаш кезеңнен атылып бурыл ойнайды. Қызғұртқаны көтеріп бурыл көкке екі ұшты, салмағымен қызғұртқа алып жерге бұл түсті. Жазыға әйел демесең, қызғұртқа да тым күшті. Сол уақыттар болғанда батыр жанына келгенде қамығып құртқа сөйлейді дейді. Бурылды 43 күндік кемдігіне қарамастан күн көрсетпей, жаңағы жел тегізбей бағып отырған жерінен Тайбурылды алып шықтық қой. Тайбурыл сыртқа шыққан кезде оның сипаты қандай болғандығын көрсетіп тұр. Көзі түлкідей жайнайды, көлденең жатқан көктасты сұлудығын ғой деп шайнайды. 12 құлаш кезеңнен атылып бурыл ойнайды дейді. Қызғұртқаны көтеріп бурыл көкке екі ұшты. Қараңдар, көзі түлкідей жайнап тұр. Көлденең жерде жатқан кез келген көктасты ол сұлудығы деп ойлап қалып шайнап келе жатыр дейді. Көктастың өзін шайнап тастады. Сұлудық дегені оның несі? Тұрмандарының бірі. 12 құлаш кезеңмен атылып бурыл ойнайды дейді. 12 құлаш деген метр, 1 метр, 12 метр жерге дейін бурыл атылып ойнап келе жатыр. Қызғұртқаны көтеріп, бурыл көкке екі ұшты. Үстінде отырған құртқаға үстінде құртқа отырған кездің өзінде бурыл аспанға екі рет атылып ұшты дейді. Қызғұртқаның салмағымен ғана жерге түсті. Әйел, жазығы әйел демесең, әйел ғана демесең, құртқаның өзі тым күшті еді дейді. Әйтпесе ол бурылға әлі келетіндей емес еді. Батыр жанына келгенде қамақ құртқа сөйледі. Құртқа сонда Қобыландыға айтқан сөзі. Асқар төбе белдігі, аздың барма теңдігі, құрдастың барма елдігі, жалғыздарға жар болған құданың көптір кеңдігі, үш ұшар ең аспанға бір ұшуың кем болды, мен қайтайын бурылжан 43 күннің кемдігі дейді. Аздың барма теңдігі, құрдастың барма елдігі. Аздың сенімен теңдігі барма? Теңесер ме аз? Құрдастың барма елдігі. Немесе мына жерде өзінің
сөзін тыңдата алмай тұрғандығына құртқанын қапалану деп түсінсеңдер болады. Құрдастың бармай елдігі дейді. Жаңа Қараманның жасап тұрған әрекетіне бір жағынан назаланып тұрған айтып тұр. Елдігі деген оның бізге деген жақсылық ойлауы сонда бар ма екен дейді. Керісінше бізге жамандық ойлап тұрған сияқты. Жалғыздарға жар болған Құданың көп түр кеңдігі. Жалғыздарға жар болған дейді. Құданың көп түр кеңдігі. Құдай кең, жалғыздарға жар болатын. Әттең ай Борылжан, сен аспанға ұшар едің, 2 рет ұштың. Сенің бір ұшуың кем болды. 40 күннің кемдігі көрініп тұрған ай деп тұр мына қатарда. Қобланды батырдың жорыққа аттануы енді. Жиылған жұртпен қоштасып, Қобланды сынды батырың Тайбурыл атқа мінеді, беліне семсер іледі, ақ сауытын бөктеріп, дүйсенбі күн сәскеде Қараспан тауын бөктіріліп, кешеге кеткен қияттың Қобландыдай батырың соңынан желіп жөнелді. Кешегі батырлар жорыққа аттанып кеткен, солардың артынан Қобланды да кетіп бара жатыр. Жиылған жұртпен қоштасты, Тайбурыл атына мініп алды, беліне семсер ілді, бүкіл қару-жарағын түгендеп алды. Енді сол жаңағы Қазанның еліне қарай аттанып бара жатыр. Қобланды сынды батырдың көңілі бітіп, Борылға шырағым Борыл шу деді. Құбылып Борыл гөледі. Жетемін деп Қобланның жоқ еді тіпті есінде. Бұлаңдаған Борылмен артық туған Қобланды аңқытып жетті бесінде. Қобланды гөлеп жөнелді, көп қиятқа қарамай, қалың қият көп қосын, бәрі қалды артында, бір еруге жарамай дейді. Қият деп отырғаны, жаңа біз Қараманды атап өттік қой. Қараман қияттан шыққан батырдың бірі. Сейілдің ұлы Қараман, Қараманның қасында тағы бір қияттан шыққан 5 батыр болады. Сонда Қобландының жаңағы астындағы тұлпары Борылмен оның жүйріктігі сондай түс ауа бере, ол сол көп қиятқа жетіп алды дейді. Олардың шығып кеткеніне қанша уақыт болған. Сол қияттарға жетіп алып, бірақ көп қиятқа қарамай, қалың қият көп қосын, Қобланды гөлеп жөнелді, жандарынан өтіп кетті дейді. Артында бәрі қалып кетті, бірі де еруге жараған жоқ Қобландыға. Қобландының тұлпары Тайбурылға ере алмады дейді оның жүйріктігіне. Сонда Борыл гөлет, табаны жерге тимеді, көлденең жатқан көк тасты тіктеп тиген тұяға Аманбайдай саз балшықтай иіледі. Аманбайдың ақтыкен асып Борыл жөнелді, қарсы келген қабақтан қарғи басып жөнелді. Сеңгір таулардан секірде басып жөнелді. Ол төбемен бұл төбе бауырышы бар күл төбе онан да өтіп жөнелді. Қамысының қазды көл, Қоғалының қолы көл, Шегендінің желді көл, Шабақтының шаңды көл, Қызғыштының қозды көл, Құмыра Қотан қос көлден, айналасы 5 көлден бәрінен өтіп жөнелді. Күдерінің белінің 5-інде өтті дөңнен дейді. Сонда Борыл гөлет, оның табаны, оның жүйріктігі сондай, табаны жерге тимеген сияқты. Көлденең жатқан көк тасты тіктеп тиген тұяғы саз балшықта иіледі. Жерде жатқан көк тасты оның тұяғы тік тиіп саз балшық сияқты иілеп кетті дейді. Саз балшық не екенін білесіңдер. Одан кейін мында өткен жерлерін айтады. Қамыстының қазды көлінен өтті, Қоғалының қолы көлінен, Шегендінің желді көлінен, Шабақтың шаңды көлінен, Қызды көлден, Құмыра Қотан қос көлден, айналасы 5 көлден бәрін өтіп жөнелді дейді. Солардың барлығынан алдыға түсіп озып кетті. Барлы тау, басы биік қарлы тау, хан жайлаған Қаратау, би жайлаған Алатау, онан да өтіп жол шектау. Bir шауып бір желеді, құбылып ойнап жер басып дөңгеленіп келеді. Садақтың бауы сартылдап, арандай аузын ашады, аяғын топ-топ басады, бір төбенің тозаңын бір төбеге қосады дейді. Қараңдар, төбе-төбені жаңағы Қобландының тұлпары Тайбурыл жаңағы желіп өтіп келе жатыр ғой, гулеп. Жүйріктігі сондай, жел сияқты өтіп кетіп бара жатыр дейді. Сонда мына бір төбенің басындағы шаң, екінші төбедегі шаң екеуі қосылып жатыр дейді. Оның соншалықты аз уақыттың ішінде сол тауларды, сол төбелерді игергендігі көрініп тұр. Бір төбенің тозаңын бір төбеге қосады. Кешке таман Тайбурыл жын қаққанға ұқсады. Құлан менен Құлжаның ұзатпай алдын тосады. Көз жағалай отырған көк құтан мен Қарабай көтеріліп ұшқанша белінен басы басады. Дуадақпен жек қалды, әлді өтірік әлдешін, ақ қара басылашын өлген құсы жеп қалды дейді. Ебелек ұшпас елсізден, көбелек ұшпас көлсізден, құла мидай шөлдерден, адам жүрмес жерлерден, батпағылай көлдерден, асқар берлерден жалғыз шауып жол шекті. Сол аймақтардың барлығынан Тайбурыл жалғыз шауып жол шекті. Кеттік. Сонымен намаздыгер өткенде, намаз ақшам жеткенде, Қазанның сырлы қаласын Қобланды батыр көреді дейді. Әйтеуір дегенде біз қайда жеттік? Қобланды мен Қазанның сырлы қаласына келіп жеттік. Бес ағаштың түбінде Қазанның алқан жылқыға аңқытып келіп жолықты. Жылқының қырға шығарып Қазанның сырлы қаласын қайта айналып шабады дейді.
Бұзып жарып Қобылекең 12 күн төгенде жалғыз жанды құтқармай айдап шықты далаға. Сырлы қаланы алады, адамын жөнге салады. Қасарлық таудың басында бұлаңдаған буырылмен Батыр Қобылан шығады. Құртқаның сөзін сынады, жан жаққа көзін салады, батырдың көзі шалады, қалың қият көп қосынып 12 күн дегенде олар да келіп қалады дейді. Қобыланда жалғыз өзі келіп Қазанның сырлы қаласына 12 күн деген кезде жалғыз жанды құтқармай бір өзі айдап шығады дейді. Сонда 12 күннің ішінде Қазанның сырлы қаласын Қобыланды жалғыз өзі игеріп, жалғыз өзі басып кіріп, сол қаланы шауып алады. Сөйтіп 12 күн дегенде мына сырлы қаланы 12 күн дегенде басып кірген кезінде, енді сырлы қаланы азат етіп алған уақытында барып қана оның артына жаңа қалың қият 12 күн дегенде барып келіп тұр екен дейді. Қобыланды барлық істі бітіріп болған кезде жаңа қияттың батырлары 12 күнде келді. Өз жатқан Қазанның Қырлы дейтін қаласын 40 мың қолды әскермен 6 қабат орнының сыртынан орап алады. Қараман атты батырың алам деп ала алмай, қарғытып ішке ене алмай, 3 күн тұрып сыртында болдыра алмастай болған соң енді атына мінет, тауда жатқан батырға Қараман өзі келеді. Қобыланды жалғыз өзі 12 күн дегенде Қазанның сырлы қаласын алды. Енді Қырлы қаласы бар ғой. Қырлы қаланы алу үшін Қараман 40 мың қолды әскермен барған екен дейді. 6 қабат оры бар екен, соның сыртынан орап алады, бірақ Қараман батырың ішке қарай қарғып ене алмайды дейді. Жаңа қақпаларының биіктігінен және 6 қабат ордан ішке қарай ене алмай тұрады Қараман. Сол кезде кімге келеді Қараман? Қобыландының өзіне келеді. Ордың шығып басына, қаланың келіп қасына, Қобыландыдай батырың буырылат қашу өтеді дейді. Сонымен Қараман мен Қобыланды қосылып бірге аттанды. 6 қабат орнынан 7 қабат қалаға қояндай арғып жөнелді. Ортасына шаһардың міне буырлы барып топ етті. Қалаға Қобылан кіргесін іркілмей, кіріп кеткесін ене алмай қалды. Қараман ордың сыртын айналып дейді. Ана жаңағы ненің сыртынан, қамал десеңдер, соның сыртын айналдырып 6 қабат ор қазып қойған ғой, 6 қабат ор бар дейді. Сол 6 қабат ордан бұлар кіре алмай тұрады. Сол 6 қабат орды кім? Қобыланды қояндай ырғып буырылмен бірге сөйтіп қаланың ішіне түсетті, дәл ортасына топ ете қалады. Ал Қараман болса, мынаған әлі келмей, жаңа тұлпарының бұндай несі жоқ, мұғжизасы жоқ, сиқыры жоқ, сол жерде қалып кетеді. Іркілмей кіріп кеткесін ене алмай қалды. Қараман ордың сыртын айналып дейді. Ордың сыртын айналып Қараман сыртта қалып қойды. Арыстан туған Қобыланды көп әскерге келді кез 40 мың атты қызыл бас қолына жазылып туалған қара қасқа ат мінген алдынан шықты Ерғазан. Жайықтың бойы қамысты, батырлар қылды намысты. Ырғай сапты сүңгінмен ырғай салысты, итерісіп тұрысты, ат тізесін бүгісті, бүге-түге тұрысты. Тебінгіге тер қатып, қақырғаны қан қатып, түкіргені жынтатып, қанжарменен қармасты дейді. Қобыланды бір өзі ішке түсті ғой. Жаңа қақпаның ішінде. Қақпаның ішіне бір өзі түскеннен кейін оны кімдер күтіп алып тұр? Жаңағы Қазанның өзі күтіп алып тұр. Қасында көп әскер бар дейді. 40 мың атты қызылбас бар. Және қолдарына жасыл туларын алған, қарағасқа ат мініп алған Қазанның өзі алдынан шығып тұр. Жайықтың бойы қамысты, батырлар қылды намысты. Сонда 40 мың әскерді Қобыланды осы жаңа қақпаның ішінде бір өзі жеңіп шығады. Екеуінің ақсауыт шығыршықтан сөгілді. Сол уақыттар болғанда артық туған Қобылан найзасын ырғап ендірді. Қазан аттан құлады, көріпелі шулады дейді. Қазанды жеңеді де Қобыланды сөйтіп елді қайтадан жаңағы сырлы қаланы алдық. Енді Қырлы қаланы да осылай Қобыланды азат етеді.